Сау саламатсыздар ма қымбаттыларым, күндеріңіз сәттілікті болсын, әдемі болсын, жарқыраған күндеріңіз көп болсын. Бүгінгі таңда көкейіме келген бір ерекше өлеңді оқып бергім келіп отыр. Қалайынан келді, бір әрпін де өзгертпей, солай айтып беремін сіздерге, солай жаздым. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүгінгі күн 12 сәуірдің. Сәуір болмай, тәуір болмас әрісің. Туған күні пайғамбардың жұлдызы, көкте тұрып жарқыраған ұлы күн. Пайғамбардың өмірі ғой жазылған, нұрлы кітап бұйырып кеп бір маған. Оқу керек ұрпақтарға аманат, әр мұсылман біліп айтар баяндап. Ерекшелік бойында да болған ғой, қабілеті еске сақтау озған ғой. Жүрген жері берекеге кенелген, адамзаттың асылы ол болған ғой. Мұсылман дін жер шарына тараған, сахабалар жазып алып әр сөзін, Құран аят сүрелері жазылған, Құран кәрім кітабы боп тараған. 5 парызын орындаған мұсылман, ойға сақтау қабілеті дамыған, өміріне тәртіп кіріп дінменен әр намазын кешіктірмей оқыған. Осы заман тілінде айтсақ егер, таңда тұрып тазалықпен бастайды бірер. Отырып тұр жаттығулар тағы бар, міне осылай 5 парызы өтелмек. Ойың өрнек, бойың сергек жүрсін деп. Сау саламатта болыңыздар, күндеріңіз сәтті өтсін.